Баршаңызға сәлем, всем привет. Мен сіздерге бүгін осындай керемет тауық аяқтарымен жасалынатын самсаның рецептімен бөліскелі отырмын. Қажетті заттар: дәмдеуіштер, куркума және де қажетінше тұз, кристаллик, сұйық май деген сияқты заттарды қосып, бірінші мариновкасын жасаймыз. Майонез қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады, бұл жерде міндетті емес. Я хочу делиться с вами очень вкусным рецептом самса из голени. Перед приготовлением сначала должны мариновать голени, потом запечем их в духовке. Майонез добавить не обязательно. Осыны жақсылап пеште бірінші пісіріп аламыз, толықтай дайын болғанша. Содан кейін барып самсамызды даярлайтын боламыз. Сначала замешиваем тесто, мягкое тесто. Бірінші осындай қамырымызды өте жұмсақ әдемі қамырымызды дайындап аламыз. Менде мұнда үйдің қаймағы, қолдың қаймағы өте жұмсақ болған кезде қамыры тіпті ауызда ериді деп айтсам да болады. Здесь у меня домашняя сметана. Оно пожирнее, поэтому у меня тесто получилось прям очень вкусное. Тесто тает во рту. Жасап көрсеңіздер болады. Барлықтарыңызға кеңес беремін. Рецептін міндетті түрде осы видеоның астына описание бөліміне қалдырып қоямын. Я рецепт оставлю обязательно в разделе описаний. Және де менің каналымды алғаш көріп отырған болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Если вы зашли на мой канал первый раз, тогда обязательно ставьте комментарии, и ставьте лайки и подписывайтесь. Осындай өте әдемі жұмсақ қамыр илеп болған соң, міндетті түрде қамырды кішкене тұндырып алу қажет. Замешиваем такое мягкое, красивое, эластичное тесто и даем отдохнуть. У меня вот голени уже готовы, они сейчас горячие. Сразу отделяем косточки от мяса. Осындай піскен аяқтарды сүйегінен ажыратып, етін бөліп турап аламыз. Қазір менде ыстықтай болып тұр, бірден турап жасай беремін. Осылай төрт бұрыштап турап аламыз. Нарезаем кубиками. Менде дайын крем-чиз, не болмаса творожной сыр, болмаса 20% дүкеннің қаймағын қоссаңыздар да болады. У меня здесь готовый крем-чиз. Можете добавить творожной сыр или можете добавить сметану, но с сыром лучше. Негізінде ірімшікпен дәмдірек болып шығады. Қамырды жай ғана қолмен осылай бастырып шығамыз. Тесто раскатаем такими образами и начинаем формировать нашу самсу. Бұл жерде мен еттің құрамына куркума қосқандықтан осындай сарғыш түс беріп тұр. Я добавила в мясо куркуму, поэтому у меня такой желтоватый цвет. Артылған қамырды кішкене алып, осыны шетіне қазір байлап, түйіншек етіп жасаймыз. Я хочу формировать в виде мешочка, поэтому немного теста оставила и оформляю таким образом. Мына осындай керемет әдемі самсалар болып шықты. Барлықтарыңызға ас болсын, дайындап көріңіздер. Вот такой у меня прекрасные такие красивые самсы получились. Всем советую, обязательно приготовьте и делитесь результатами в комментариях. Комментария бөліміне міндетті түрде нәтижелеріңізбен бөлісулеріңізді сұраймын. Барлықтарыңызға ас болсын. Всем приятного аппетита.